ұбт-ға 4 ай қалғандағы менен 4 кеңес. Сіздермен бірге сабақ онлайн кураторы Асел. Бірінші кеңес – дайындықты жоспарлау. Алдымен сіздер биологиялық ритміңізді анықтау керексіздер. Кеш жатасыз ба, әлде ерте тұрасыз ба? Және де сол бойынша жоспар құрып, қай күні қандай тақырып бойынша дайындалатынды білу өте маңызды болып табылады. ұбт-ға 1 күн қалған кезде серуендеп таза ауа жұтқан дұрыс. Екінші кеңес – ұбт-ға дайындалу кезіндегі 3-4-5 техникасы. Мысалы, сізде ұбт-ға дейін 15 күн қалды делік. Алғашқы 5 күнде барлық тақырыпты 3 деген бағаға меңгеру керек. Қалған 5 күні білмейтін тақырыптарыңызды меңгеру керек. Ал келесі қалған 5 күндері барлық тақырыпты тест бойынша қайталап алу керек. Үшінші кеңес – бірінші қиыны. Сіз алдымен күннің барысында қиын нәрсені орындау керек. Себебі, соны ойлап күні бойы стресте жүресіз. Дайындық кезінде помидор методын қолдану керек, яғни 40 минут дайындық, 10 минут демалыс. 10 минут демалыс кезінде белсенді демалу керек. Төртінші кеңес ұбт-ға келген тест